Қазақ тілі 6 сынып. 26 аудиомәтін. Ұлықбек обсерваториясы. 1394 жылы 22 наурыз күні Әмір Темір әулетінде Мұхаммед Тарағай деген сәби дүниеге келіп, кейін оған Ұлықбек деген лақап ат беріледі. Ұлықбек жастайынан поэзияға, тарихқа, астрономия мен математикаға ерекше қызығады. Оның ғалым ретінде қалыптасуына атасы Темір үлкен әсер етеді. Ол атасына ілесіп Армения, Әзірбайжан, Грузия, Иран, Түркия және Ауғанстан секілді елдерді аралайды. Сол елдердің мәдениетімен танысады. Ұлықбектің әкесі Шахрухтың Самарқанда жинаған бай кітапхана қоры болған. Ұлықбек сол кітапханадан шықпай, Платон, Аристотель секілді грек ойшылдарының еңбектерімен танысады. Сондай-ақ ол Орта Азиядан шыққан атақты оқымыстылар Хорезми, Әл-Фараби, Бируни, Ибн Сина еңбектерімен де жақсы таныс болған. Ұлықбек есімімен бірге аталатын нысан Самарқандағы астрономиялық обсерватория. Бұл Ұлықбектің ғылым мүддесін көздеп, болашақ үшін салдырған асыл мұрасы. Обсерваторияның негізгі мақсаты дәлдігі өте жоғары бақылаулар жасау және Марага обсерваториясында жасалған астрономиялық кестелердің қателерін түзету. Шығыс елдерінде Ұлықбек обсерваториясынан бұрын салынған бірнеше обсерватория болды. Бірақ олардың бірде-бірі көлемі, жабдықталуы немесе алдына қойған мақсаты жағынан Ұлықбек обсерваториясына тең келе алмады. Мұнда телескоп ойлап табылғанға дейінгі негізгі астрономиялық құралдардың барлығы горизонтал дөңгелек, биіктігі 50 метрге жуық алып квадрант, күн және астрономия сағаттары, сан түрлі бұрыш өлшегіш нәзік құралдар болған. Бұл құралдар көмегімен обсерваторияда көптеген астрономиялық бақылаулар мен зерттеулер жүргізілді. Обсерваторияда телескоптың болмауына қарамастан, Ұлықбектің басқаруында жұлдыздар кестесі кітап жазылып, бұл кітап күні бүгінге дейін құнын жоймаған. Ұлықбек аспан денелерінің қозғалысын да дәл есептеп шыққан деседі. Оның есептеуінше жыл 365 күннен 6 сағаттан 10 минут 8 секундтан тұрған. Қазіргі астрономдар Ұлықбектің 58 секундқа ғана қателескенін дәлелдеп отыр. Бүгінгідей заманауи қондырғылар жоқ заманда Ұлықбектің бұл табысы адам таңғаларлық.